Қайырлы күн достар, менің есімім Балжан. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын пай-пай деген салаттың рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге соленый огурцы, жұмыртқа, піскен тауықтың еті және де картофель пай қажет болады. Алдымен картофель пайымызды дайындап аламыз. Ол үшін картошкамызды ашып, теркадан өткізіп, салқын сумен жуып аламыз. Салқын сумен жуып болғаннан соң картофелімізді құрғақ матаның үстіне жайып, кептіреміз. Кептіріп болғаннан соң қызып тұрған майда қызарғанша қуырып аламыз. Картофеліміз қызарғаннан соң осылай сүзгішпен сүзіп тарелкаға аламыз. Ендігі кезекте барлық қажетті заттарды көпек етіп майдалап турап аламыз. Ең бірінші тарелкамыздың астына окорочкамызды төсейміз. Тарелкаға окорочкамызды салғаннан соң, оның үстіне майонезімізді осылай себеміз. Соленый огурцымызды да кубиктап турап аламыз. Енді тауық етінің үстіне соленый огурцымызды салып шығамыз. Соленый огурцымыздың үстіне де майонезімізді жағамыз. Ендігі кезекте жұмыртқамызды да осылай турап аламыз. Тұздалған қиярымыздың үстіне жұмыртқамызды салып шығамыз. Содан кейін қайтадан бетіне майонезімізді себеміз. Майонезімізді сеуіп болғаннан соң жұмыртқамыздың бетіне міндетті түрде тұзымызды себеміз. Содан кейін дайындаған картофель пайымызды бетіне осылай салып шығамыз. Өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ал ас болсын.